Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 110-шы сабақ келер шақ тақырыбын жалғастырамыз. Сабағымызды бастамастан бұрын Зерек бала 2 каналына тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп, сол бойынша мазмұнын айтатын боламыз. Олай болса, етістіктің қай шақта тұрғанын ажыратып та көрейік. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. 27-ші жаттығу өлеңді тыңда. Ұшып келем көгімде, ұшып келем мөлдір аспан төрінде, көкте жүріп қызығамын жердегі, сонау, өзім ұшқан өңірге. Анау менің асу белдерім, асқаралы тауларым мен көлдерім, туған жерден қанша биік ұшсам да, көз алдымда тұрады ылғи ол менің. Өлеңнің авторы Сағи Сүйенбаев. 28-ші жаттығу мақал мәтелдерді жатқа жаз. Ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер. Азаматпен дос бол, қадіріңді біледі. Келер шақ етістіктерін тап, оларға сұрақ қойып, өзара салыстыр. Балалар, бұл жердегі келер шақ жеткізер және де біледі сөздері, жеткізер сөзі не істер деген сұраққа жауап береді, ал біледі сөзі не істейді деген сұраққа жауап береді. 29-шы жаттығу берілген етістіктерді үш шақта жаз. Оқы, көр, ойна. Осы шақ оқимын, көреді, ойнап отыр. Өткен шақ оқыған, көрген, ойнаған. Келер шақ оқыр, көрмек, ойнар. 30-шы жаттығуға назар аударыңыздар. 30-шы жаттығу сызбаны пайдаланып етістіктің шақтары туралы білетініңді айт. Етістіктің балалар үш шағы бар, ол осы шақ, келер шақ және де өткен шақ. Осы шақ қимылдың сөйлеп тұрған сәтте болып жатқанын білдіреді. Келер шақ қимылдың сөйлеп тұрған сәттен кейін болатын, болашақта болатынын білдіреді. Ал өткен шақ деп отырғанымыз, ол әрекеттің сөйлеп тұрған уақыттан бұрын өткенін білдіреді, Келесі 31-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап. Аспанда жүзеді, қанатын қақпайды, жерде де жүреді, бауырлап жатпайды. Бұл бізде балалар ұшақ екен, Етістіктерді тап, қай шақта тұрғанын айт. Етістіктер балалар жүреді, қақпайды, жатпайды деген сөздер келер шақ, бұлардың барлығы. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Мен алғаш рет ұшаққа 10 жасымда отырдым. Маған ұшақ қатты ұнады. Балалар, 32-ші тапсырмада бізде сызба берілген екен, Сол сызбада біз енді бірінші жақ, екінші жақ және де көпше түрде тәуелдеуіміз қажет. Бірінші жақта өз сөзінде өсемін, екінші жақ өсесің, көпше түрде өсеміз. Көр сөзі, бірінші жақ көремін, екінші жақ көресің, көпше түрде көреміз. Ойла сөзі, бірінші жақта ойлаймын, екінші жақта ойлайсың, көпше түрде ойлаймыз болады. Ал қуан сөзі, бірінші жақта қуанамын, екінші жақта қуанасың, көпше түрде қуанамыз. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайдаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.